Жақсылық атаулыға жарышы жандар, жамандық атаулыға қарсы жандар, баланы сусындатып өсіруге білімнің бұлақ көзін аршығандар. Мөлдір бұлақ сылдырлаған суымен, ормандарын шулап жатыр нуымен, ал баланың тәрбиесін беретін құттықтаймыз ұстаздар мерекесі күніменен. Армысыздар, ардақты ағайын. Бармысыздар, құрметті ұстаздар. Ұстаз, қандай қасиетті сөз. Әр адамның жүрегінде ерекше жылулық нұрын себетін аяулы тұлға бейнесімен өзектес ұғым. Адам баласының жүрегіндегі қадір тұтып құрметтейтін екі ұғым болса, соның бірі ұстаз. Сөзіңнің жаны бар, Ерсұлтан. Ұстаз деген сөз қазақ баласы үшін қашанда қасиетті, қадірлі болған. Ұстаздан тәрбие алған, немесе ұстаз алдын көрген деген сөздер құлаққа ана тәрбиесін алған деген сөздермен ұштасып жатады. Алина, бүгін бізде үлкен мереке. Бүгін ұстаздар қауымының төл мерекесі. Олай болса, бүгінгі күн ұстаздарға арналмақ. Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға деп, Абай атамыз айтқандай шәкірттерінің өзінен озғанын қалаған ұстаздар қауымы. Мерекелеріңіз құтты болсын. Олай болса, ұстаздар қауымына ақ лебіз жылы тілегін білдіру үшін колледж директоры, профессор Мұхтар Мұстахим Харенұлына сөз кезегін береміз. Құрметті ұстаздар, әріптестер, баршаңызды кәсіби мерекеміз ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы мұғалімдер қоғамның ең білімді, ең отаншыл бөлігі болып табылады десе, ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы биылғы Қазақстан халқына жолдауында балаларымыз қай жерде тұрса да, қандай тілде оқыса да, сапалы білім алу керек деген болатын. Және білім беру сапасын жақсартуға байланысты үкіметке нақты тапсырмалар бергені мәлім. Егеменді еліміздің болашағы білімді ұрпақтың қолында десек, өркениет көшіне ілесу, оқушының бойына ұлттық құндылықтың нәрін сеуіп, тәуелсіздігі мен бірлігі мызғымайтын еліміздің айтулы азаматын қалыптастырып өсіру ұстаздардың мәртебелі міндеті. Ұрпақ тәрбиесі ұстаздарға байланысты. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің дегендей, өнегелі ұстаздан жақсы шәкірт шығатыны сөзсіз. Ұстаз ұлағатты есім. Шәкірттерін білім нәрімен сусындатып, тәлім тәрбие беру, жақсы қасиеттерді бойына дарытып, адамгершілік рухта бағдар беруде ұстаздың еңбегі орасан зор. Сондықтан да ол әрдайым қасиетті тұлға ретінде ерекшеленеді. Испокон веков жизнь предъявила к учительскому корпусу самые высокие требования, и педагоги с честью несли свою благодарную миссию, всегда были в центре общественной жизни, являлись носителями знаний, культуры и духовных ценностей. Сегодня качество труда преподавателей измеряется компетентностью, конкурентоспособностью и востребованностью выпускников. Важно научить ребят ориентироваться не только в учебнике или на просторах интернета, но и формировать у них умение учиться в течение всей жизни. Выражаю искреннюю признательность вам за кропотливый труд и высокий профессионализм, неустанное служение и верность любимому делу. Құрметті кәсіби өңірінің қазіргі заманғы жоғары колледждің ұстаздары, әріптестер, кәсіби білім беру саласы бойынша колледждің жоғары дәрежеге көтерілуі сіздердің әрқайсыңыздың кәсіби біліктіліктеріңіз бен шығармашылық ізденістеріңіздің, іскерліктеріңіз бен қажырлы еңбектеріңіздің арқасы деп білемін. Бүгінгідей мереке күні сіздерге зор денсаулық, отбасына аманшылық, еңбектеріңізге мол табыс тілеймін. Мақсаттарыңыз орындалып, биік жетістіктерге жете беріңіздер. Студенттеріміз сапалы білімі мен, үлгілі тәртібі мен, биік белестерді бағындырған сәттері мен қуанта берсін. Колледжіміздің тұрақты даму жолындағы еңбектеріңіз табысты, барлық бастамаларыңыз сәтті болуына тілектеспін. Мереке құтты болсын. Рахмет. Қадірлі ұстаздар, жаныңызға шуақ шашар сәулелі мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтап, сіздерге зор денсаулық, ұзақ өмір, қажымас қайрат, еңбектеріңізге табыс, отбасыларыңызға береке мен шаттық тілей отырып, мерекелік іс шарамызды бастауға рұқсат етіңіздер.
Алғашқы ән шашуымызды орындайтын Мерей Ғибадатұлы мен Батырғали Альмира, ұстазым әні. Тыңдаған көңілдегі толғамымды, шыңдаған тәрбиеммен талғамымды, өмірдің маған сыйы деп білемін, өзіңдей жанға шәкірт болғанымды. Талпынған балапанем ұядағы, қырандай жетілдірдің қиядағы. Ұстазға деген ыстық сағынышым, бір әнге қалай ғана сыялады. Ұстазым менің қамқорым едің, баулыған асыл өнерге. Жүрегің дархан, өзіңнің арқан, биікке шықсаң егерде. Өмірдің мен білмейтін қатпарларын, жаныма сіңіргенше тоқталмадың. Алдымнан шықты бүгін қолын бұлғап, қанша жыл қиялдаған тәтті арманым. Ұстазым менің қамқорым едің, баулыған асыл өнерге. Жүрегің дархан, өзіңнің арқан, биікке шықсаң егерде. Ұстазым менің қамқорым едің, баулыған асыл өнерге. Жүрегің дархан, өзіңнің арқан, биікке шықсаң егерде. Ұстазым менің қамқорым едің, баулыған асыл өнерге. Жүрегің дархан, өзіңнің арқан, биікке шықсаң егерде. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы, ұстаз болу мінездің күн шуағы, азбайтұғын адамның алтындығы деп ақын Ғафу Қайырбеков жырлағандай, сөзі маржан, үні ән ұстаздардың бар болғанын мақтан шетеміз. Әрине, ұстаз жүгі ауыр жүк. Ұстаздардың әсерлі үнімен асықпай мәнерлеп сөйлеген сөзінен әрбір оқушыға деген қамқорлықтың, аналық, әкелік сезімнің, дана ойдың ыстық лебі есіп тұрғандай. Иә, адамның жан дүниесін түсініп, ренжітпей, қателігін сездіре білу бұл нағыз шеберлік емес пе? Әрине, Ерсұлтан. Асыға сәлем жолдап жүректен бірге өсіп, ен жайлаған ұл менен қыз, тәтті күй асқақ ән мен әсем биді сіздерге тарту етіп ұсынамыз. Алдарыңызда Тамирис бишілер тобы.
Ұстаздар тыншымайтын еңбеккерлер, жемісті жерге екпеген, елге еккендер, адамзат ұрпақтарын тәрбиелеп зердесін болашақтың зерлі еткендер. Өнерпаздар жарысып сан саналы, жиын десе, той десе жан салады. Ұстаздардың мерекесі құрметіне әуелеген әсем ән де жолданады. Дей келе, алдарыңызда колледжіміздің көңілді Каспий тобы. Білімнің айдынында жүзіп өткен ұстаз, сенсің білімнің нәрін сепкен. Сен арқылы бастау алып, дана ғалым, сен арқылы әлемді танып білгем. Құлпырған еліміздің ұл қызымыз, әзірге үлпілдеген құндызымыз, арасын жер мен көктің бағындырар, ертеңгі жарқыраған жұлдызымыз дей отырып, құрметті ұстаздар, сіздерге арналған арнауымен алдарыңызда колледжіміздің белсендісі Мұхаррам Әл-Махамбет Мұхаррамұлы. Емдейтіндей жүрекке дәрі салып, ұстаз деген бәріне танысанық. Алдынан өтпеген жан болмас сірә, дәптер қалам ұстап ап дәрі салып. Оқу менен білімге жандар баған, сізден білім алмаған жан қалмаған. Сіздің қойған бағаңыз біліміме, менің мынау болашаққа алған бағам. Ажыратар өмірде ақ қараңды, күтеді ол шәкірт үміт ақтағанды. Ұстаз деген білімнің жарығы ғой, ұстаздарсыз білімде қап-қараңғы. Бар жақсыны бойына алған жиып, шәкірт үшін жаны да жанған күйіп. Ұстаз деген білімнің қанаты ғой, тек ұстазбен білімде самғар биік. Босаңсыса өздері түзеп алған, көттіреді көп белес сіздер далдан. Ұстаз деген білімнің ескегі ғой, тек ұстазбен білімде жүзеді алға. Болашаққа бағдар беріп жолықтырар, сендік білім арманға жолықтырар. Ұстаз деген білімнің жүрегі ғой, шәкірт үшін әрқашан соғып тұрар. Шаттық қылып жарқыратар күніңді, еліміздің болашағы баянды. Құтты болсын бүгінгі мерекесі ұстаздардың аяулы. Барша ұстаздар мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Ол ұстаз. Ұстазсыз өмірдің нақты тұтқасын ұстау мүмкін емес. Адамды тәрбиелеп, оны азамат атандырудың өзі бір үлкен күш. Сондықтан да ұстаздың еңбегі ұлы еңбек.
Ғылым есі ғалымда, ел қорғаған батырда, тілінен бал тамған ақында, тегеуріні темір балғытқан жұмысшы да, егін салған диқанда, мал бағып тер төккен шопанда, бәрі-бәрі ұстаздан тәлім алған. Сондықтан барлық құрмет ұстаздарға арналады. Алина, сен білесің бе, біздің жоғары колледжіміздің студенттерімен қатар ұстаздар да сондай өнерлі. Керемет. Олай болса, сахнамызда оқытушы және белсенді студенттеріміздің орындауында көңілді «Ұстазым менің, ұстазым» әнін қабыл алыңыздар. Кеншіде бас иетін, ұстазым бар сенің қасиетін. Білім берген, ой берген, ақыл берген, көз алдымнан кетпейді ау асыл бейне. Күтеді біздерді үміт алдан, ұстазым мен сені ұмыт алман. Үйретем деп өмірдің парасатын, ағарды ғой біз үшін қара шашын. Ұстазым, ақылшы дос, ой арманым, арналсын саған осы аяулы әнім. Ұстазым, ақылшы дос, ой арманым, арналсын саған осы аяулы әнім. Жақсылық атаулыға жаршы жандар, жамандық атаулыға қарсы жандар. Баланы сусындатып өсіруге білімнің бұлақ көзін аршығандар. Дей отырып, осымен ұлағатты ұстаздарға арналған ұстаз ұлы тұлға атты кешімізді жабық деп жариялаймыз. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Қош, аман, сау болыңыздар.